Ассалаумағалейкум көрермендер, сіздерге өткен жолы кесілген 200 литр бушкеден тандыр пеш жасайтын болам. Тандырдан, өзбекский тандырдан пісіреді, соның пешін жасайтын болам. Соның қалай жасалу жолын сіздерге көрсететін болам. Қызық видео болайын тұр енді бұл. Көріңіздер де соңына дейін барлығын көрсететін боламын. Міне бушка. Бушканы жаңа астынан мынандай тесік қылып кескем. Бұл тесіктің размері, в общем, жартастың размері деп отыр, қызыл тастың жартасындай. Мына ағаштық, мына ағаштық 6,5 сантиметр. Тастың, короче, тасым қызыл тастарым менің 6,5. Астына полына төсеймін. Полына круглый дөңгелек, полына стяжка сатып төсеп тасты өлшеуін істеуім керек. Осы 6,5 сантиметр мен мына жер. Осы жер 6,5. Мынау бесік 23 сантиметр. 23-ні 2 өлсең 11,5. 11,5 болып квадрат кестім. Себебі жарттасын мына тесіктің өзіне салып шығаруға. Ертең дальнейшем от жаққан кезде астына ауа кіріп тұрады. Сосын бетін жауып тамақ нан пісіретін кезде тесік бітеу үшін. Сөйтіп кескем бушканы. Тағы да көрсетем. Бұйырса, қазір мына ішін істеймін, тасын істеймін. Сол тасын астына стяжкасын құйып, тасын жасаймын. Соны көрсететін болам. Қалай жасайтынымды, тасты қалай істейтінімді. Бушканың астына. Сол тастың үстінен осыны қабырғаларына тас қалайтын болам. Соны көрсетемін қазір. Міне, ана астыңа полына, ошын тасты қалай ровно круглый кесу керек. Өткен жолы бетінен кес алған крышкам бар ғой. Сол крышканы қоямыз, осылай. Тас бірімен астына 15 тас кететкен. Мына шет жағын жартташына қалып қойынып тұр. Алып тастаймыз. Мына шеттерін карандашпен сызып алу керек. Міне ол бізде карандаш. Осылай дөңгелек қылып карандашпен сызамыз. И болгаркамен тас кесетін, болгарканың тасымен тас сызылған тасымызды әдемілеп круглеп кесіп аламыз. Сол кесілген тасымыз, мына астында тасы, кесілген астында тасы, мына астына дәл келеді. Сосын полына төсейміз. Сосын бетіне слегка цемент төсейміз, жаңағы стяжка дейді, слегка сөйтіп қоямыз, сөйтіп кептіреміз. Содан кейін қабырғаларын қалап бастаймыз. Тағы да көрсете берем. Аллах, қазір мен қазір осыны дөңгелек қылып кесем тастарды. Содан кейін астына ішіне салғаннан кейін стяжка төсеп болғаннан кейін сіздерге көрсететін болам. Соңына дейін қараңыздар, алыстамаңыздар. Болдым, ішіне стяжка төсеп астына тастан төседім. Мана айтқандай тасты алып кесіп, болгаркамен тас кесетін тасымен астына қойып, соның үстіне слегка стяжка құйдым. Тегіс болып тұру үшін. Әйтпесе тас ровно кесілгенмен де бір жері сәл биік, бір жері кішкентай сондай болып қалады. Сол себептен тас өрген кезде тегіс ровно өру үшін стяжка құйылды. Бір жағынан ертең дальнейшем от жаққан кезде арасына шоқтар, күлдер түспеу үшін бұндай стяжка астына қойдым. Бір тесігі. Көріңіздер, іші тегіс, бәрі жақсы болады. Осылай. Енді тасын өретін болам. Тасын өрген кезде сіздерге көрсетемін, тасын өріп бастағанда. Мінеке, тандырын жасап бастадым. Ана жерде тұрған бушканы мына жерге әкеліп астына ағаш қойып жүрдім.
су тиіп не істеп шіріп кетпеу үшін темір ғой не дегені. Қызыл тастарым ішін көрсетейін сіздерге. Ішімде мынандай қылып істеп жатырмын. Бірінші 6 стена болады. Біреу, екеу, үшіншісі 4, 5, 6. Біздің тескен тесігіміз мына жерде. Ол кішкентай окош болып қалады. Мына жерде былайынан бір тас кетеді ұзыннан. Астында жарты тас кетеді. Бір жарты тас сірә ана жағында кішкентай тесіктің несі болады. Дальнейшем мына тасты алып тастаймын. Сол тесік пайда болады. Енді бәрін осы ровно бірінші қойып аламыз. Бір тек бәрін бір-бірін тигіздіріп. Артына балшық салғанда алға итеріп кетпеу үшін. Балшық салған кезде бір-бірін тіреп қалады. Сол себепті ителмейді. Бірінші сразу арқасын салуға қажет жоқ. Себебі артына салсаңыз, мынау кирпичтер алға итеріп кетеді. Сол себептен бұрыштарына саласыз бірінші. Каждый бұрышына нығыздап толтырасыз. Мынандай алтылық сым да болады, мынандай ағаш болса да әйтеуір. Итеріп нығыздап толтырып аласыз. Сол кезде мына кирпичтер керіп ұстап қалады бір-бірін. Содан кейін барып артына балшық саламыз. Балшық салып көсіп істейміз. Осылай қоямыз. Осы екіншісін қалаймыз. Барлығын сөйтіп артына балшықпен қоямыз. Қандай балшық болғанда кәдімгі саз балшық. Просто саз балшық, ештеңе араластырмайсыз. Саз балшықтың өзін тек су араластырасыз, тек артына қоя бересіз. Цемент ештеңе араластырмайсыз. Тек саз балшықпен құрастырып шығасыз. Бұл енді келесі видеоны тағы үстіне қалайым. Мына жерге сөйтіп көрсете беремін. Міне құрметті көрермендер, тандыр пешім жасап бітірдім. Көріңіздер. 200 бушкың ішіне барлығы 41 тас кетеді. 41 таспен осындай әдемі пеш жасауға болады. Іші әлі кепкен жоқ, жаңа ғана жасап бітіргенмін. Көріңіздер сонда да. Не осындай, үстінде 5 тасты осылай жатқызып қойасыздар. Сонда бушкмен сәл бір екі елдей жетпей тұрады. Дәл ровно бушкмен бірдей болады. Сосын мынадай ойып салып кеттім. Ойып арасын тастың. Бұл не үшін десеңіздер, алдағы уақытта мынадай темірден кесіп арасына бүйтіп жасайтын боламын. Шашлық пісіргенде ішіне мынадай іліп қою үшін. Осындай несі крышкасы, крышка деп бұл тесік астында тесігінің несі, осындай жарты таспен кесіп істеп қойған үшін көріңіздер. Бұл неге таспен жауып жатырсыз десеңіздер, ішіндегі қызуы шығып кетпеу үшін. Осындай тандыр жасауға болады. Бұның бетіне мындай өткендегі крышкасы бар. Осы крышкамен жабам. Және де бұл крышка қалтыр болғандықтан қызуын бәрі шығарып жүруі мүмкін. Сол себептен мына жағына бірдеме ұйымдастыру керек болып тұр. Көрсете жатарым. Осындай тандыр. Каналға жазылып қойыңыздар. Қош сау болыңыздар. Келесі видеоны көріңіздер. Тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Мына не туралы айта кетейін. Ішіне от жағып аққан кезде стеналар қандай болады, сол туралы тағы бір видео салып жіберемін. Соны көріңіздер. От жаққаннан кейін пісіргендегі қалай піскенін сол жайында көрсететін боламын. Тағы келесі видеода қараңыздар.